Şübek kalada saktan edik. Сол маған жерге өз әкімшілік тапсырысында қайдан сосын архивте жатса да жабылып жатады ешкім көрмейді. Өзім қолжазбаларын естелікке алып келіп отырмын. Сосын сенің қолына тапсыруға менің атым Нұрманова Айтжан Шаймерденқызы. Осы Ақан Нұрмановтың үйіндегі жеңгеміз Жібек Алшыновна кезінде маған осы архивін табыстаған, осыны сақтап, жеткізерсің әрі қарай жететін жеріне деп. Енді бүгін осы сіздердің музейіңізге алып келіп отырмын. Қолжазбалары, неге машинкаға басылған нұсқалары бар, әңгімелерінің аудармалары бар, өзінің қолымен жазған повестерінің қолжазбалары бар, алғашқы нұсқалары. Мынау кісі аудармамен айналысқан ғой, сол Эрнский Менгелейдің әңгімесін «Шал мен теңізді» аударғандағы қолжазбалары. Ішінде басқа да материалдар бар, қолжазбасы, өзінің аударма орыс тілінде, өз шығармасы. Газетке негізі Смиркованың жаңағы «Ұланның ажалының» алғашқы варианттары қолжазбалары өз қолмен жазылған. Орысша жазылып, алғашқыда қазақша аударылған ғой. Соның қағаздары өзінің қолтаңбаларын енді осыны сіздердің музейлеріңізге қойып, көпшілік көреді деп ойлаймыз. Көпшіліктің несіне жарасын, енді балалар көрсін, Ақан Нұрмановты іздеген диссертация жазған адамдар сіздердің мектептеріңізге келіп, осы нұсқаларды қарайды деп ойлаймын. Үйреттеріңізге жаратыңыздар. Ақан өзінің қолтаңбасы бар, 2 кітап алып келді үйдің қолына. Бұл 56 жыл 17 апрель деп неткен. Біздің үйде болғанда мен Майра Шаймерденқызымын Нұрманова. Мына Мұхтар Әуезовтың бір томы, сосын Джек Лондон, Мартин Иден, тоже көкемнің несі бар. Мына қолтаңба 56 жыл 15 июль дейді. Не, простой карандашпен қойылған, жазған қол. Мен басқа тапқан жоқпыз, ата осы. Тоже балалары оқып, Ақанның қандай кітап оқып, қандай кітаптың шетелдік екенін біліп, ол кісі шетелдік классиканы көп оқыған. Өзінің «Құланның ажалында» дәректі ғой, біздің бұрынғы қазақ жазушыларының жазуына ол кісінің ерекше, стиль ерекше деп. Сол осы шетелдік западный жақсы жазушылардың, солардың несімен көп оқығанның пайдасы сол. Мына жердегі Ақан ағаның өзінің портреті. Бұл қазақтың белгілі қаламгер жазушысы, өмірден ерте кетті. «Құланның ажал» деген романның авторы, Құланның прототипі кәдімгі Кейкі Батыр өздерің білесіңдер. Кейкі Батырды тірілткен осы кісі. Ол кісі менің келіншегімнің, әйелімнің бауыры, ағасы Ақан Нұрманов. Қазір бұл кісінің бәйбішесі Алматыда тұрады, Жібек Абадан жүре алмайды, алған жоқ. Қазір осы жерге келген себебіміз ата-бабаларына Нұрмановты құран бағыштарға ас беріп жатыр. Соған Алматыдан, Арқалықтан, жан-жақтан бәрі туған туысқандар келгенбіз. Қазір біз Ақан Нұрманов атындағы мектептің Ақан ағаға арналған музейінде тұрмыз. Бұлай түсіре берейін. Соғыстың жолдасы Сәбит отыр. Сәбит Тұрш, бұл Алматының тумасы, үлкен ғылыми қызметкер. Одан кейін Майра бар. Майра қайда тұр? Майраның жолдасын сіздер білесіздер, Айдай Сейтенмен құдамыз. Айдай Сейтен осы ауылдың елдің азаматтары. Одан кейін Риза бар. Ризадан кейін, Ризада осы жерде келіп болып келді, мына жерде бәйтері, ненікі, Темер. Одан кейін Әлбек қайда? Әлбек тұрсайшы. Мына Әлбек деген Шәкеңнің үлкен баласы, қазір Алматы қаласында тұрады. Өз жердің бұл да бізді осы шекпенен құда қылды. Үлкен деген келін бар. Балдар бар, Құдайға шүкір жүріп жатыр. Одан кейін Әділбек, мынау Шаймердің аға баласы, құдамыз енді Ақтоғай ауылынан, Жанар, бұлай қарай тұршы қасына қарай, жүріп көрсін. Жанардың біразын келсе ұрыстар,
көп жыл хабар несінде радио түсіру жұмыс істейді. Одан кейін ой біздің кім ләззатты білесіңдер. Ләззат көп жыл осы Амангелді қызмет істеді, профсоюзда істеді. Одан кейін Сәуле деген қартасымыз осында жұмыс істеген. Жолдасы Найман не жақтыкі, Семейдікі. Bir şokolat sınırı kalmayıp olur ağılda. Ең кенжесі kim? Ayçam mıydı bu? Ayçam bundadır. Çıkıp жатқан Ayçam деген kızımız, Şengül'ün ağamın kızı, үлкен ғалым, осында бүкіл көне жазуды Қазақстан бойынша оқитын осы біздің ғылым докторы Нұрманова Ayçam деген бала. Одан кейін Ерлік деген батыр бар. Ерліктен қайыш. Бұл батыр тұлғалы. Құланның елі. Кейкі батырға тартқан осы біздің ерлік батырымыз. Бұл кісі де Алматының адамдармен біздің құда болды. Ең осында ұйымдастырушы, басқарушы. Біраз жаста келгенде Райханның туған Әсел деген кішкентай қыз бар. Әселдің бір фамилиясы, екі фамилиясы, біреуі Нұрманова, біреуі Ендібаева. Сол осы бала ұйымдастырып, атасы мен әжесінің бауырында қалды. Осы бала туғаннан кейін жаңа Зәудерден өмірден өсіп кетті. Сондықтан біздің осы Амангелді өсті, ағылшын тілінің маманы, экономист. Жеңістің ауылын жақтатуға ат салысты. Ерен еңбегі отырыс қалған жоқ. Екінші дәрежелі отан медалімен аяқталып, және бірнеше төсбелгілерімен ерлігі үшін Бұның себебі соғыстан қайтпаған Шаймырзаев әкеміз, Шайдахмет әкеміздің отбасын қолына алып, ол кісінің шеттей 5 баласын өсіріп, оқытып, тәрбиелеп, бәрін жеткізді. Және де жоқтаушысыз қалған Асыл апамыз да осы Шаймырза ағамыздың қолында болды. Өмір көз жұмылдан ашайын. Үйдің табығына қарамастан Шаймырза ағамыздың үйінде ағайын туыстылықтың балалары жатып оқыды. Олардың саналы сапалы білім алуына, тәрбие алуына ықпал жасады. Сол Шаймырза ағаның үйінде жатып оқығандардың бірі менмін. Шаймырза ағамыздың апамызға алғысымыз шексіз. Жандар жанатта, тәндері рахатта болғай. Кеш тауыңыздар, құрметті жамағат. Шаймырза ағамыздың өзі мінезі байсалды, сабырлы, парасаты кең. Райхан апамыз парасатты адам болып, салиқалы адам болып, және адамшылық қасиеті өте жоғары еді. Айтарым, ауылды өсіп берген жандардың бәрімізде тіледік, олардың орнына мақтан болғанын рахметімізді айтамыз. Ағайын туыс ілік болғыда дұғада болып қолдарыңызды жайғанын. Ағаның парасаттылығы, мінезінің салмақтылығы, білімділігі, асықпай өлшеп сөйлейтіні ғаламат кісі. Соған сай Райхан жеңешем, ағаммен екеуінің бір үлес болмаса, екеуінің қатты сөзге келіп, бірін-бірін тыңдамай жатқан несін көрген жоқпыз. Араластырдық, көрші тұрдық, кәдімгі өмірде үлкен ақсақалдар бар, барлығы бір жиналғанда бәрі жиналады, сол жиналыс ішінде Шаймырза ағама тұрады. Райхан жеңешем өзінің кішілігін білдіріп, үлкенмін, экономистің әйелімін демей, сол үлкендерге қызмет жасап, ізгілік жасап жүретін адам еді. Бала шағасына бір қатты сөз жоқ.
айқайлаған дауысын естімейсің. Мінезі көркем, қаламақ кісі. Сол бірге бастайын ас беріп тұрады. Енді осы балалардың өмір жасы ұзақ болсын, денсаулығы мықты болсын, балалардың атына айтылған жақсы тілектердің бәрі періштенің құлағына шалсын. Бұлар өмірден өткен апам мен жездемнің жатқан жері жарық болсын, ауыр топырақтары жеңіл болсын. Тек қана қуаныш бойда ақыдан бұлай жақсы ниетте бас қосып беруге алла жазсын. Балаларға ешкім сыйлай алмайтын, ақшаға сатып ала алмайтын, тек қана денсаулық тілеймін. Балаларға артындағы ұрпақтары аман болсын. Бала кезінен білемін, өйткені Әлібек пен мен сол кездерде бірге ойнайтын бұл кісі коммунизмдің совхозында экономист болып тұрған кезде сол жерде менің әкемнің апасы Әшім деген кісі болды. Сол каникул сайын сонда баратын. Сол кезде бірге ойнайтын почти көрші тұрды. Үй арасында үй жығылды. Сонда Шаймерден әкеміз қанын шаш құлап жатыр. Шайрақын атамыз әйтіп бір айтпайтын осының бір керемет бір сондай. Менің үлкен қызы сияқты болып өстім. Ағамен Райхан ағам, екінші ағам болған сияқты болып. Ол кісілердің жаны жанатта болсын. Мынау балалар ас беріп жатқан балаларға рахмет. Әке шешесін ұмытпайды. Аға мен Райхан мәңгілік есімізде. Ешқашан да ұмытпаймыз. Олардың жақсылығы, қамқорлығы, бәрімізді оқыдық, жоғары білім алдық, артынан жұмыс істедік, жұмыс төлемде де бәрімізде аға жеңгеміз сонда қамқор кісі болған. Балалар сол көргеніміз істеп жатыр. Әрқашан да біздің осы әулетіміз, ұрпақтарымыз осы татулықтан айырылмасын. Ешкім бөлінбей әйтеуір Нұрман, Нұржан, Диан болып бәріміз осы бір болыңдар. Сол айтайын деп оқып жатқан дұға қабыл болсын. Мен де Нұрмановтардың бір қызын қазір қыздардан қалған осы үлкен біз бибіға үшеуміз болдық. Біздің алдымыздағы апаларымыз әрине өмірдің заңымен кейбіреуі мезгілсіз, кейбіреуі өз уақытымен бұл өмірден өтіп кетті. Енді мынау менің енді Шаймерден ағамның балалары сондай бір керемет ас, еске алу асы болып жатыр. Қаншама әдемі сөздер айтылып жатыр. Негізінде қанша сөз айтсаң да сыя береді. Мысалы Шаймерден ағамның керемет бәріне қамқор болғандығы былай. Райқан апам мысалы өзінің жеңгесін мінекей 5 баласымен өсіріп соны ол бір үйге 2 әйел сыю кухняға асқыда өте қиын мінезі байлықтан. Негізінде мінекей бейбағаши ешқандай қақпай көрмей өсті расында. Сол енді біздің әкелеріміз де сол қалғандарына қолдарынан келгенше көмек беріп, осы анау Ернар отыр, Марат ағамның Алла Москвада оқыды. Солардың сондай енді талаптары Алладан берген, білімге құштарлығы Алладан нәсіп еткен дүние, сонда да соларға тіреу болып, әрі қарай итеруге көмектескен. Енді тікелей оған Шаймерден аға, біздің менің әкем Әбдіғали көкем солар. Енді осындай отырған менің айтайын дегенім бәріне жұғысты болсын. Мінекей артында қалған ұрпақтары аман болсын. Тек қана солардың жамандығын көрмей, тек қана мақтанышпен жаңағыдай жетістіктерін көре беруге жазсын. Енді ол кеткен аталып жатқан ағаның да басқалардың да жатқан жерлері жарық, ауыр топырақтары жеңіл, жандары жұмақта болсын. Ең бастысы ұрпақтары балаларына амандық берсін. Біз мақтанамыз. Ерлікке жақсы оқушы болды. Бір жылдары ерлік келіп, ауылға келді. Біздің үйге келген екен, біз жоқ болдық. 2 баласын алып келіп, бұрынғы тұрған үйлерінің орнына апарып жұмалап жатыр дейді балалар бұлай. Ерлік осы жерде ғой өзі.
солай ол кісілердің тәрбиесін көрген балалар ғой. Ал енді Әсел жақсы, өте жақсы оқушы болды. Апамның кішкентай кенжесі сияқты Әселді қолынан жетектеп, мектепке алып барады, алып келеді, жиналыстарына барады. Содан Әсел мектепке жігіт болды, тоқулы болды. Және сондай тәрбиенің негізі деп ойлаймын. Біздің ауылда 2 жыл болды, 3-4 жыл болды, мешіт салынды. Сол мешітке өзінің үлесін қосып, ылғи садақасын беріп, мешітке апаймен үлес қосам деп өзінің үлесін қосып атады. Сол ауылда тұрғанның белгісін көрсетіп атады. Міне жақсы адамдардың ұрпағы да жақсы болады деген осы. Және ұрпағымен мың жасайды дейді. Барлығы да аман есен болсын жүрген жерлерінде. Мына оқытқан дұғалары, берген аштары Алла жақсы түрде қабыл етсін. Тек қана отбасыларында барлығында жақсылық болсын. Keyif vardır. Қалаған бейіттерді, е. Республикаға менің біреумен істеген шығар. Алматыдағы Рәтбек базары бар ғой. Соған ұқсатып салған еді. Жоқ, мен қалаған құрылысшы да өте мықты.